Сәлем достар, қалайсыздар? Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз кеуденің екі түрлі болуы және де баланың дұрыс емізу туралы айтатын боламыз. Ендеше кеттік. Жалпы біздер босанғаннан кейін бізге врач келіп айтып кетеді, баланы алма-кезек емізу керектігі туралы, қалай емізу керектігі туралы инструкция беріп кетеді. Бірақ біз оған аса қатты мән бере бермейміз. Белгілі бір уақыт өткеннен кейін барып, біздер кеудеміздің сәйкессіздігін байқаймыз, бір жағы үлкен, бір жағы кішкентай. Айнаға қарап тұрып, біздер осы уақытқа дейін босанғанымыз, ішіміздің шығып кетуі, ұйқысыз түндер, осының барлығының ішіне еще плюс кеуденің екі түрлі болуы бізге үлкен депрессия алып келетіні рас. Бірақ бұның барлығының шешімі бар. Видеоны соңына дейін тыңдаңыздар. Жалпы табиғатымызға салатын болсақ, барлық адамдар асимметриялы болып келеді. Яғни бір көзіміз үлкендеу, бір көзіміз кішілеу. Оны сіздер айнаға қараған кезде аңғарасыздар. Дұрыстап тұрып жақыннан қарасаңыздар. Одан кейін бір аяқтарыңыз ұзын, бір аяқтарыңыз қысқалау, немесе қолдарыңыз да дәл солай. Сол сияқты біздің кеудемізде табиғатынан бір жағы үлкендеу, бір жағы кішірек болып келеді. Бірақ бұның мықты қатты білінетін уақыты ол емізген уақытта. Яғни емізген уақытта бала тартқан сайын перелив болады ғой. Сол сияқты сүт молынан түседі. Яғни бала қай жағынан молырақ емет, сол жағынан сүт молырақ түседі деген сөз. Яғни емізген уақытта дұрыс емізбегендіктен бір жағымыз қатты білініп қалады. Келесі себеп өзімізге ыңғайлы етіп емізу. Яғни біздер оң жақпен ұстағанды ыңғайлы көретін болсақ, онда біздің оң жақтағы кеудеміз үлкен болады. Немесе біздер сол жақпен ыңғайлы етіп емізетін болсақ, үнемі, онда сол жақтағы кеудеміз үлкен болады. Сол себептен қай жақта бала көбірек емеді, көбірек тартады, сол жақта перелив сүт құйылады. Сүт молырақ келеді деген сөз. Сол себептен чередовать ет дейді ғой, алма-кезек. Соны міндетті түрде жасау қажетпіз. Бұл бірден бір себебі, өзіңізге ыңғайлы жақпен емізбеңіздер. Екеуін алма-кезек емізуге дағдыланыңыздар. Келесі бір жағдайда бала сосокты, яғни кеуденің ұшын дұрыс ембегеннен. Бала кейде оны тартып, тартқыштап, жара қылып тастайды, немесе қанатады. Сол себептен біздер қанап жатқан, жара болып жатқан жақты бергіміз келмейді. Мейлінше қанамаған жақты береміз, немесе жарасы жоқ, ауыртпайтын жақты беруге тырысамыз. И сол жақта перелив болады қайтадан. Ал жаңағы бермейтін жақтың сүті біртіндеп азая береді, и, соответственно, оның көлемі кішірейе бастайды. Сол себептен жара ешіне болмас үшін біздер дұрыс сосокты беру керекпіз. Сосокты берген кезде ұшын беріп қана қоймайсыздар, яғни ұшын берсеңіздер, ол міндетті түрде жара болады. Ал егер де сіздер мына қара айналасындағысымен бірге қосып беретін болсаңыздар, онда сіздерде жара болмайды. Сол себептен емізген уақытта ұшын емес, бірден барлығын балаға береміз. Сонымен болашақта сіздер кеуденің ұшымен және де оның айналасына қарасымен барлығын беріңіздер. Бала одан тұншығып қалмайды, керісінше дұрыс еметін болады. Мына сосогы, яғни мына таңдайға дейін бару керек, мына айналасындағы мына аузының барлығын жабу керек. Бала одан тұншығып қалмайды, бірақ дұрыс еметін болады. Және сіздерде асимметрия қатты білінбейді, яғни бір жағы үлкен болып, бір жағы кішкентай болып, ондай болмайды. Достар, егер байқасаңыздар, бізде кеудеміздің қара жерінде, яғни сосок жағында бугоректар болады, кішкентай бугоректар. Егер дұрыстап анықтап қарасаңыздар, ол бугоректардан антибактериальный смазка шығады. Ол смазка не үшін? Ол сол жердегі кеудені қорғау үшін, ол жердегі трещина болып кетпес үшін, қанамас үшін, құрғап кетпес үшін, сол жерден антибактериальный смазкалар шығып отырады. Ал біздер нені жақсы көреміз? Қайта-қайта жуынған жақсы көреміз. Сондықтан бізге үлкендер келіп, қайта-қайта жуын, қайта-қайта бала таза емсін, тағы бірден айтатын болса, ол дұрыс емес. Яғни біз қайта-қайта оны жерді жуа берудің қажет жоқ. Себебі өзінен денеден бөлінетін антибактериальный смазканы өзіміз құртып аламыз. Оны қайта-қайта жуып, содан кейін жара болады, трещина болады. Сол себептен, енді мен жумба дегенде мүлдем жетіліп жумбау емес,
жалпы жуынуымыз қажет, барлығы меру, қайта жуа беретін болсаңыздар, бір емізгеннен жуып келіп, қайтып екінші емізгеннен жуып келіп, солай болатын болса, онда сіздерге 100% трещина болады деген сөз. Трещина, қышу, тағы басқалары. Келесі, сол себептен достар, дұрыс емізуді үйреніп алайық. Ең бірінші, дұрыс емізуден бастасаңыздар, онда басқа проблемалар болмайды. Мысалға, манағы айтқан кеуденің екі түрлі болуы, асимметрияның қатты білінуі. Сол болмайды. Енді кеттік. Бәрін айтта бірін айт, болар іс болды, кеуде екі түрлі. Не істеу қажет? Біріншіден былай жасаймыз. Бұл жалпы қалпына келтіру уақыты 1-7-ден 4-7 уақыт алады, яғни 1 айға дейінгі уақыт алады. Ең бірінші, біз үнемі кішкентай кеуде жақтан береміз. Таң атысы, түсте, кешке, түнде, қай уақытта баланы емізесіздер, сол уақытта бірден кішкентай жақтан, тырсиып, топ тұрған жақтан бермейсіздер, ең бірінші кішкентай жақтан бересіздер. Содан кейін барып, қана бала мынаны әбден еміп болғаннан кейін барып, үлкен жақты беріңіздер. Егер бала пустышка сұратын болса, онда пустышканы уақытша тоқтатамыз да, біздің кішкентай жағымызды, яғни кішкентай кеудені пустышка ретінде береміз. Яғни бала пустышка ретінде сұратын болса, енді бала пустышканы үнемі аузына салып жүреді ғой. Дәл сол сияқты кішкентай кеуде жақты үнемі беру қажет. Сіздер мынандай сылтау айту мүмкінсіздер. Оған уақыт жоқ, ата енем бар, тамақ жасау керек, тағы басқа сияқты 1040 сылтау бар, әрине. Бірақ достар, денсаулық ол сіздерге керек. Сіздердің әдеміліктеріңіз ол сіздерге керек. Әдемі сымбатты болып жүру, ол сіздер мен күйеулеріңізге керек нәрсе. Егер де сіздер өздеріңіздің өмірлеріңізді осы қазірден бастап қолға алмасаңыздар, ешкім өмірлеріңізді қолына алып жасап бермейді. Сол себептен денсаулық бірінші маған керек деп бастаңыздар. Сонымен достар, қорытындылай келе, не айтқым келеді сіздерге? Біріншіден сол үнемі кішкентай жақ кеудемен емізу, одан кейін пустышка ретінде қолдану, одан кейін барып түнде ұйықтарда бала қасыңызда жататын болса, тек сол жағын беріп қою. Пустышка ретінде түнде қастарыңызға алып, балаға тек қана жаңағы аз сүт келетін жақпен кеудемен емізу. Ал көп жақпен оны күндіз тек қарны ашқан уақытта емізуге болады. Бірақ сол жаңағы еміз болған, бірінші аз жақпен еміз болғаннан кейін барып қолданыңыздар. Сөйтіп сіздер екі жақты бір айдың ішінде теңестіріп аласыздар. Және де достар, кейде болады, уже бала бір жағын алмағаннан кейін сүт молынан келмегесін, ол уже тарылып кішкентай болып қалды, бір жақпен ғана емізіп жүрген аналар да бар. Ол жағы үлкен, бірақ барынша көрсетпеуге тырысады. Бірақ ертең барлығы болып, емізу уақыты бітіп, сүт қайтқан уақытта екі жақ бір-біріне сәйкес болып келеді. Екі жақ бірдей болып теңеседі, бірақ қатты 100% болмайды, бірақ сонда да бір жағы шамалы бір созыңқылаған сияқты болып тұрады да, бір жағы жаны кішкентай болып тұрады. Оны келесі бала босанған уақытта қайтадан сіздер осы кезде уже екінші, үшінші балада уже опыт бар ғой, сол кезде мына емізбей жүрген жақтарыңызбен уже сол жақтан бастаңыздар. Сөйтіп келесі емізген периодта сіздер қайтадан сәйкестендіріп ала аласыздар, егер босансаңыздар әрине. Сонымен достар, осы айтылғандар бойынша өздеріңізге қорытындылап, сауатты емізуге тырысайық. Яғни бір нәрсе, бір қателіктен дұрыс емізбегеннен қаншама проблема пайда болды, ал ол проблеманы жою өте көп уақытты алады. Сол себептен ең басынан бастап дұрыс емізуді үйренейік. Сіздермен болған Нұргүл Кенжемұратқызы. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, пайдалы ақпараттар сіздерге шығып тұрады.